Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз туризм бағытында болады. Яғни сіз турист болсаңыз, жасанды интеллектті қалай пайдаланасыз? Яғни жасанды интеллект арқылы сіз кез келген қалаға, кез келген елге, сол елдің бағасын салыстыра отырып, маршрутын көрсете отырып, сол елді еркін аралайтын болсаңыз. Бүгінгі мысал ретінде біз Түркістан қаласына алайық, яғни Түркістан қаласына 2 күндік саяхатымызды жоспарлайық. Мен ChatGPT-ді ашамын, осында команда берейін. Мен туристпін, яғни өзім таныстырып отырмын. Маған Түркістан қаласына маршрут керек. Көрнекі жерлерді көрсет, сағат уақытын көрсет. Мен осындай команда бердім промпт арқылы. Маған ChatGPT Түркістан қаласындағы 2 күндік маршрутын ұсынып отыр. Қарап отырғандай бірінші күн бізде 9 мен 11 арасында Қожа Ахмет Яссауи кесенесін аралайтын боламыз. 11:30 мен 1 аралығында Түркістан қаласының орталығы, яғни жергілікті базарлар мен дүкендерге баруды ұсынып отыр. 1 мен 2 аралығы бізге түскі ас, яғни жергілікті мейрамханада, 2:30 мен 4-те, яғни археологиялық орталыққа баруды ұсынып отыр. 4:30 мен 6-та Этно ауылды көрсетіп отыр. Екінші күндегі де дәл осындай, яғни Сауран қалашығын көрсетті, Әзірет Сұлтан музейін көрсетті. Яғни осы арқылы ChatGPT бізге ыңғайлы маршрутты көрсетіп отыр. Енді маған керегі осылардың бағасы. Мен осыларға бағасын сұрауды ұсынамын. Маған бағасын көрсет. Енді осындай қарапайым промпт жаздым. 2 күндік маршруттың шамамен құнын көрсетіп отыр. Яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіру құнын көрсетті. Түскі ас, Этно ауылдың кіру құны, жалпы жиынтық құнын көрсетіп отыр, көріп отырғанда, енді 17 мен 30 мың аралығы. Біз әлі бұл жерге қонақ үйді қоспады, енді қонақ үйдің бағасын шығарып көрейік. Қонақ үйдің бағасын есепте. 2 күнге. Тағы да осындай қарапайым промпт арқылы жаздық. Маған қонақ үйдің түрлері мен бағаларын көрсетіп отыр. Яғни эконом кластағы тәулігіне 7 мен 12 мың теңге, орташа деңгейдегі қонақ үйлер 15 мың мен 25 мың теңге аралығында, яғни жоғары деңгейдегі қонақ үйлер тәулігіне 30 мың 50 мың теңге аралығында. Жалпы жиынтық құнын 2 күнге бөліп отыр. Тағы бір қызығы, осы ChatGPT арқылы маршруттың картасын сызуға болады. Яғни мен көрсетейін. Маған маршрут картаны сыз. Көріп отырғандай маған Түркістан қаласының маршрут картасын көрсетті, бірақ көбінесе қазір ағылшынша болып тұр, себебі қазақ тілі толығымен дұрыс көрсетілмейді. Сондықтан ChatGPT маған ағылшын тілінің нұсқасын көрсетіп отыр. Картадан көргендей маған әр күннің маршрут сызбасын көрсетіп отыр. Мен тағы да десем, осы картаны түрлендіріп береді. Мінекей ChatGPT бізге Түркістан қаласының 2 күндік маршруттың көрнекі жерлерін, бағыттарын көрсетіп отыр. Енді маған сол 2 күнде автобустар бағыттарын білуім керек. Яғни маған осыған сәйкес автобус маршруттарды көрсет. Яғни Түркістан қаласындағы қоғамдық көліктердің көбіне туристік көрнекі жерлерге қайсысы баратынын көрсетіп отыр. Яғни нөмірі 1 мен нөмірі 3 автобус кесенеден қала орталығына дейін барады. Археолог орталыққа нөмірі 2 автобус барады. Әзірет Сұлтанына нөмірі 3 автобус барады. Дәл осы секілді сіз өзіңізге керекті ақпаратты осы жасанды интеллект арқылы алуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Біз осылайша Түркістан қаласына 2 күндік саяхатымызды жоспарладық. Сіздер де Түркістан қаласына келіңіздер, рухани азық алыңыздар.
Дәл осындай локация ұсынған Түркістан оқушылар сарайына рахметімізді айтамыз.